Сәлем достар, бүгін Insilayer программасын орнатуды көрсетемін. Ең бірінші, бұл Insilayer программасы бізге не үшін керек? Біріншіден, егов-қа, салық KZ-ке, KGD.gov, ELSign сайттарына бізге кіру үшін керек. Осы Insilayer программасы біздің компьютерде орнатылуы керек. Ол үшін не істейміз? Өзіміздің браузерге кіріп, мына жерге Insilayer деп жазамыз. Мінекей, Insilayer деген шықты. Осыны басамыз. Басқаннан кейін, мынаны Insilayer национальный удостоверяющий центр дегенді басасыздар. Басып болғаннан кейін, осылай астына түсеңіздер, Insilayer Windows 32 байт, 64 байт, Mac OS X, Linux осындай сіздің компьютеріңіздің Windows'ына байланысты қайсысы сізге сәйкес келеді, соны скачать етіп аласыздар. Көбісінде мына 64. Егер бұрыннан келе жатқан компьютер болса, 32-ні басасыздар. Менің жағдайымда 64. Скачать етесіздер, міне осылай. Міне скачать етіліп жатыр. Бұл программа тегін, ешқандай ақша төлемейсіздер. Міне бізде скачать етіліп уже болып жатыр. Открыть файл дегенді басамыз. Осылай ашылғаннан кейін далее дегенді басамыз. Міне бізде запуск болып жатыр. Міне запуск Insilayer запущен дейді. Енді қараңыздар. Рабочий столға барсаңыздар, осы Insilayer сізде орнатылады. Сосын компьютердің астыңғы жағында, осы батырмада, осы Insilayer'дың суреті тұрады. Соның мышкада сол жағын басыңыздар, управление модулями дегенді басып, сіздерге керек. Мысалы, кнопка керек да бізде. Осы нет дегенді дағылу керек. Осы жерге галочка қойып, установить модуль десеңіздер, сосын перезагрузить дейміз. Енді көрейік, қараңыздар. Управление модулями КНП даға өзгерді. Көрдіңіздер ма? Мынау электронный счет фактураныкында да десеңіздер, тоже да болады. Осылай да қылып қоясыздар. Болды. Осы орнатылғаннан кейін сіздер кез келген сайттарға кіре бересіздер.